Бүгінде Қызылорда облысында көзі тірі екі ақ ұлы отан соғысының ардагері қалды. Сол ардагер атамыздың бірі Тереңөзек кентінде ғұмыр кешіп жатқан Яхия Тасыров атамыз. Бүгін біз ардагер атамызбен жүздесіп, сүбелі сұхбат құратын боламыз. 41 жылы декабрьде Могазда Ташкентте едім. Текстиль фабриктің пұлуын оқып, товарды оқып фабрикінде бітіріп 39 жылы бітіріп, сонда слесарь болып істеп жүріп, бұрын берген, бұрын бозған етпет, 41 жылы 30 атаман повестка келді. О кезде повестка келді дегенше военкоматқа жету керек. Ташкенттің Пушкин район деген районында соған дәреу повестка қолымызға тиді түнде, сағат 1-де. Барып цемент алғанымыз сол еді, 12-де. Дәреу мастерге бардық. Мұны повестка келді. Дәреу мастеріміз обходной листі жазып, қолымыздағы күлектерімізді, нелеріміздің бәрін алып, нетті да, енді конторға бара берін дейді. Расчеттарыңды алын дейді. Түнде конторға келдік. Контор күнісіне бірдей жұмыс істей береді. Дәреу келіп, дәреу есептеп айлығымызды берді. Сосын бір копайық шалбар берді. Жаңағы. Соны құшақтадық та түнде военкоматқа бардық. Барсақ, іші тола адам, бәрі кілең өзбектер, қымқиғаш айнала қоршаған, дада, әке деп зарлап жатыр бәрі. Ішке кіргізбейді. Келдіңдер ме? Я келдік. Содан отырдық, таң атқанша соның ішінде болдық. Ертеңіне күндіз болдық кешке шейін. Кешқұры сағат 5-те кім жақын үйге барып келсін деді. Енді ағаның қолындамын, ағам бар бөгелді. Содан ағам мені іздеп кетті. Ай, бұл бала келмей қалды, олар не болды бұл деп. Содан бір-ақ сағат ұлықсат деді, 1 сағатқа барып. Шықтық та, біз жақынбыз енді. 2 қорақ қазақ ек, 1 қорақ жаңа қорғандықтар. Дәреу жеңгем. Сосын қап бер, мына копайқы шалбарымызды салып алайық. Қап бер, бір қапқа салып, аны арқалап. 1 сағат берді, ұлықсат, 1 сағатта военкоматқа баруымыз керек. Содан ішіндегі қазақтар ғой, шағалап жаңа бір ағаларға баталарыңызды өрмек, армияға кетіп баратырмыз дедім. Жаңа біреу өтір, өйім барныңдар. Сені қайттың? 40 белердің сен. Немісте. Дейді? Ой, кетіп баратырмыз енді, қыртақтақ. Не болса да. Содан дәреу тоқтағанымыз жоқ, 2-3-ге кіріп шығып, батасын алдында шығып кеттік, келдік, қайтып. Келдіңдер ме? Келдік, иә. Отырында дейді. Содан сағат 12-де 4 қатардан тұрғызды. Тола адам көшеменен товарный станцияға келдік Азанда. Сағат 4-те. Товарный станцияға келіп, сол сағат 12-лерде мінгізе бастады. Вагонға. 60 адамнан вагонға, 60 адамнан ұрып атыр. Ұзын шалын. 6 вагон адам Қырғыздан әкеп тұр екен. Оны тіркеп алды. Сөйерде сол Сарыағаштан шығып, содан жолға бері шыққаннан кейін сұраймын ғой. Bu yerde şeşem var.
Ay, şeşemdi көріп кетейін. Мынаның вагонның нөмірі қанша? Әгер де біз бір жерде дәрет тұтатып, өтпей жете алмай халық болсақ, қаяққа барамыз? Дедім командирге. Әгер де халық қойсаңыздар, дәрәу начальник станцияға барасын деді. Начальник станцияға барды, дәрәу айтсаңдар, любой пойызға мінгізеді, жетесіндер артымыздан дедім. Ay şeşeme baralmaya gittim, көралмайдым бұл. Аналар да жылап жатыр, неде ағаларымыз бар еді, аталарымыз бар еді, көралмай кеттік. Новосібірден бір-ақ шықтық қой. Құдай сақтасын, суық кәдімгі 52 градус болады екен, бірақ жел болмайды екен Новосібірде. От тымырсық аяз, бетіміз үсіген. Bözbeklerдің төссігенне сән, оны қармен жуа деген әппен ысып. Даладай қылып, қанай деген қанаса, ағарып кете деген адам денес. Қырғыздан 6 бала шықты. Ташкеннен біз 4-еу, 2 бөзбек шықты. Біз 6 болдық, 12 болдық. Жаңағы өзбектер біреуі 20-шы жылғы екен, біреуі 21-шы жылғы екен. Біз үшеуміз де 22-шы жылғымыз, 22-ке ілінген ғой, май нелерді. Мен де январдың 2-сінде туған едім. Содан бізді бірден 10 бала, 12 баланы алды да 5 этажға апарып, төбеге шығарып, тамақ берген, столовайдың жаңағы киімін берген, несін берді. Сонымен жаттық жаңағы. 12 демала беріңдер деді, бір жайға, 12-мізді. Қырғыздың жаңа біреу 19-шы жылғы директор школ екен, үшеуіме 4-еуі мұғалім екен, біреуі бір фабриктің киім пішетін мастер екен, 22-ші жылғы жігіт. Содан 12-міз жаттық, төсеп тастаған, ішіне матрас салған, өзіміз өлейік деп барған әппен кәдімгі жолда вагонның үстінде суық күн. Көкшетаудан шыққаннан неге шейін, Новосібірге шейін кәдімгі неде бардық. Бізді неге пешке жолатпайды, қырғыздар бәр төсін жайнап алады да, итермелеп. Содан 4-еуміз тығылып жатамыз жаңағы. Көпайқымызды жамыламыз, аяғымызға шалбарымызды орап аламыз. Екеуміз ортаға жатамыз, екеуі 2 шетке жатады. Аналар шеттегіміз тоңдым дейді. Біз ортасындағы жатқан шығамызда екеуміз 2 жағында жатамыз, ортаға алып, ананы жылтып. Сонымен әйтеу Новосібірге бардық қой. Внутренний войскада служить еттік қой енді. Содан 10 күн Новосібірде отырдық. Далаға шықпаймыз, тамағымыз, 3 мезгіл тамағымызды ішеміз, онымыз. Содан 10 күн отырғаннан кейін жаңағы командир келіп, бүгін дайындалыңдар, Омбыға барамыз деп. Омскіге. Содан пойызбыз Омбыға кеттік, 10 күннен кейін. Құдай, Омскіде қар деген мынадан келеді. Жауған, жапалақтап қар жауып тұр. Содан бізді ертіп, алып барды, дәрәу неге кірдік. Содан кенешкімізді алып, неге тапсырды. Сол күннен бастап присягаға дайындады. Присяга беруге. Әкемізді танытып, 1 ай присяга. Түніменен таң атқанша 5 рет тұрамыз, 5 рет жатамыз.
Жаңа қолымызда мылтық, аяғымызға лыжы берді, лыжысын біз теуіп көрген адамбыз ба? Екі жағымызда басып қалсақ, атып кеп, қардың үстінде атып кетеді. Барып ағашқа соғамыз, шалқамыздан құлаймыз. Содан присяга тапсырдық. Присяга тапсырдық. Теңіздің несімен кетемі? Ленинградқа шейін біз охрандадық. Охран болдық. Пойыз жолда охрандаймыз, водокашканы охрандаймыз, заводта охрандаймыз. Неден? 40 мың әскер сол нені атқардық. Содан жаңа Ешім деген станцияда болдым. Дегенде, Ешім деген станцияны пойыз келеді, шалон. Шалонның басында екі бетінде үшеу, арғы бетінде үш адам тұрады, бергі бетінде үшеу тұрамыз пойызға. Келген уақытта шалон. Сол пойыз қашан шығып кетеді, бізден станциядан аман есен шығарып жібереміз. Алып кетеді. Мына шеттен неден бері қарай бір шалон, 20 мың адам бір шалон болды. Монғолиядан бері қарай Омбыға келіп бір шалон болды. Олар бізден бұрын кетті. Біз Ленинградтан бері қарай жинақталып, біз 20 мың бір шалон болдық. Біз екінші шалонмен кеттік. Бірінші шалон бірден соғысқа Москваның түбіне келіп тұр екен. Соғыс. Олар бірден соғысқа кіріп кетті. Біз екінші шалонмен Қазан вокзалынан түсіп, бізді метроменен Курский вокзалдан шықтық. Курский вокзалынан шығып, Москваның босы оң түсік бетінен қайерге ағаш, тоғай, соған шығып, содан палатканы құрып, сөйерде қолымызда күрек, окоп қаздық. Содан ағашты пенок қылып ағаш кестік, 1,5 метр, 1 метр қылып. Одан 1 метрден жаңа танкі жер алмайды екен. Анау ұзын ағаш болса танкі басып қамыстай сындырып кете береді екен. Соны дайындадық. Содан сентябрь дайындадық, окоп қаздық, противотанковый танкі құлайтын ұрып бетін 6 метр, табанын 3 метр қылып, соны қаздық. Сосын окоп дайындадық. Танкіден қорғанатын окоп дайындадық, мұна ерден азды. Содан октябрьдің 20-сы күні келіп жатқанымыз сол еді. Деветанның дауысы шықты. Наши войска освободили Белый Халамка деген қаланы босаттық. Немістер кетіп баратыр артқа. Қуып пәлен танкі қалды, пәлен орудия қалды, пәлен автомат қалды, пәлен мылтығы қалды, миномет қалды. Қолымызды шапаттап жата бердік. Жата бергенде бір уақытта тревога дәррау, абыр-сабыр. Не ол? 5 минутте. Жүгіріп далаға шықтық, аматқа аяғымызды орап, бәтенге далаға шықтық. Соған кім қолындағы несін мәшінеге теліңдер деген нет. Дәрәу пирамидеден барып, күрегімізді алып, мәшінеге тастадық. Біреу арасын тастап атыр, біреу балғасын тастап атыр. Неден? Провоз награждение жасап, нелерге қорғанды. Бір уақытта айқай шықты, 4 қатардан стройға тұр деген. 4 қатардан стройға тұрдық.
Мәжінеге тиеп жіберді. Содан 4 қатардан тұрып алып, Москваның бір көшесіменен өлеңдетіп, спешнімдей әндетіп, сол келе жатырмыз түнде. Азанда сағат 4-терде товарный станцияға келдік. Товарный станцияға, Курскінің товарный станциясына келсек, алдында 5 вагон, жабық вагон тұр. 5 вагон. 5 вагоннан кейін 2 вагон станковый пулемет тиелген. Бәрін тиелген, Катюшаның тиелі. Бірінші Катюшаны да біз апардық. Катюша деген. Әйтеуір жауып тастаған, оның дөңгелегін ғана көреміз. Ананы несін көргенде жоқ біз, суылын. Ол бұлардай не? Соның астына да 8 снаряд, үстіне 8 снаряд кетеді, 16 снаряд атады. Ең аяққа 2 вагонға 2 ИСО сүйрейді, бір ненің заты барын. Береговой пушка дейді екен, 3 вагонды алып жатыр, ұзындығы. Үсі болып 3 вагонды алып жатыр. Заты барын 2 трактор сүйреп жүр. Ана пушкасын жаңағы. Оны 2 трактор ИСО қазір мына паровоздың моторы. Ол ИСО мына жер айдайтын ИСО емес. Паровоз да сүйрейтіндер моторы. Содан анау Ысыболдың ішіне адам жүріп, еңбектеп жүріп сүртетін шығар. Мұналай еді. Оны. Ол Береговой 300 шақырым ата деген теңіз солдат, теңіздің несі екен ол, теңізге қоятын Береговой пушка екен. Соны алып Сталинградқа. Содан шықтық қойын. Кешқұрын тиелдік. 60 адамнан әр вагонға тиелдік. Содан шықтық бері. Бір станцияға келдік. Біз қаяққа келатырмыз дейміз, ішінде командирге. Не знаю дейді, білмеймін. Білмеймін дейді. Қаяққа келатырмыз. Орыстың балдары ғой, ұзын құлақ. Біреу айтты, біз Курскіге келатырмыз деді. Бір станцияға келгенде, біреу айтты, біз Сталинградқа келатырмыз. Сталинградқа келатырмыз. Содан 3-ші станцияға келгенде, Спасайш деп келіп тоқтадық. Спасайш деген айқай шықты. Гүрілдеп самолет келатыр. Спасайш деп айқайды салды. Біреу бұлай қашты, біреу бұлай қашты. Мұстай тақыр. Неден? Бір кішкентай ғана қалай екен. Содан нені стантаны қоршаңдар деген айқай шықты бір уақытта. Стантаны қоршап, сөйтті анау начальник станция неміске сатылған, немісте жаңа сол звондаған екен ғой, шалон. Бізден бұрын бір шалон кеткен екен. Оны өзінен өткізіп жіберіп, болымдап, ол көп адам набыт бопты оның. Еткен екен. Ана өзінің станциясына келіп тоқтаған кезде хабар беріп атқан ловительдер ұстаған ғой. Сонымен 20 мың адам неміске Сталинградқа түстік қой. Паулустың бетін қайтарып, Кавказды 24 сағатта Кавказды босатып Украинаны шығарған. Шақырып Сталин шақырып нені билейтін командирлерді. Рекасовский дегеннің командасына түттік. Рекасовский деген латыш екен. Оны қамап қойған екен. Анау латыш нені
alganda жерді нетті ма, соны Сталин шығарып алып, неден, түрмеден, Жуков, Рикосовский, Малиновский деген үшеуін шақырып алып, қалай болғанда жеңеміз деген. Қалай жеңеміз біз енді? Осыны деп. Қалай жеңуге болады деген ғой. Содан подумайте деген Сталин өзі столды неде қалған Кремльде конторының бәрін көшіріп, жаңа неге көшіріп жіберген бер жаңа неге қойышпай. Сонымен үшеуі кіріңдер деген ойланыңдар қалай. Ананы Сталин өзі сызып, бар қартаны сызып, столдың үстінде жайып қойған дейді. Содан дәрі ойланған олар не? Есептеп, Рикосовский беріпті, сен бар, доклад бер Сталинге. Кавказды босату керек. Кавказды шешендерді 24 сағатта бәрін айдап, Украинды соған өтіргізу керек. Бірінші Украин фронтта. Рикосовский сен Белоруссияны басқарасын. Деген, ана Малиновский өзі босамаса, нені Москваны қорғап тұр ғой енді ол. Олар жаңа момышылы бар өздері. 70 шақырым барып тұрдық. Кавказды босатты, Украинды Кавказға шығарып жіберді. Немісті Оралдан айырды. Екінші Беларусь. Рикосовский манияғын Баронжыға қарап қуып кетті. Курскіге. Оралдан бөліп тастады ғой енді. 20 мың әскерін, жаңағы Павловтың әскерін тығып алды. Отборный әскер 20 мың кәлен кәдімгі мүшін немістер, чисті немістер. Солар соған тығып алып, барлық құралына жайын тығып, Сталинградтың жері тас, ешқандай бір тіке шықайтын бұта жоқ Сталинградтың жерінде. Сонымен біз 20 мың, оның әскері 20 мың, сонымен айқастық қой. Декабрьде, как раз декабрь күні 42 жылы декабрьде, декабрьдің 30 күні оборонға отырдық. Ана бізден бұрын отырғандар жаңағы соғысып, ананы қоршап отыр екен әскерін. Оларды кейінгі шығарып кетті, алып кетті. Біз барып, солардың орнына копқа түстік. Түсіп отырдық. Мен ол кезде станковый пулеметті заряжающий едім. Сталинградқа барғанда. Біз Сталинградты полный тазалап, нелерін, адамдарының бәрін алып, Павловсты Сталинге апарып беріп, жаңа Рикосовский. Оны анау генералдар бара алмай деген анау фронттың бастығына. Соған только Рикосовский өзі бару керек екен. Сол өзі барып, ананың құралдарын алып, самолетпен алып кетті дейді ғой, біз оның нәтесін көргеніміз жоқ. Несін. Сосын 43 жылы февралдың 21 күні түнде автоматный ротада олар жаңағы танкімен қуды. 41 жылы отырды. 41 жылы Сталинградтың соғығын көрді. Соның жазын көрді. Декабрьде біз бардық. Енді 42-де ба? Енді 42-нің қысы келді ғой. 42-нің қысында
Biz barıp düştük. 42'nin kısında yanvardın 15'inde kalay bolgan menen öz askerimizge koşulamız. Endi bulay qarap жүрmeymiz degen Pavlus'un nesi bolgan. Sonu men onu jibergenimiz yok akayından Pavlus. Tende Stalingrad'ın traktörne zavod degen yeri var. Degende 15 günü yanvardın 15 günü kaytkemen muzdun üstünden ötüp ketemiz dedi koyun. Olar öz askerimizge koşulamız dep. Pavlus. 20 min Pavlus'un askerin kaydım korşap algan biz gibi. Stalingrad'ın takırına. Sodan neden olar kaytkamenen ötüp ketemiz dep o samoletten gelet. Ol okta signal veret samoletke. Samolet eri vuralat, ol beri vuralat. Bizeke de lavitelder ustav alıp signal veret oğan. Ananın özünün signalın. Endi onu ölçük hangi eri yürüdü, beri yürüdü. Ekbelip yaşığымен tasaydı. Ol bizge düşedi. Yarısı Nems'ke düşediydi. Sonu men yanvardın 15 günü arpadga tokunu verdi. Nemis kullu nesinen yer degen kapkarangı tünök boldu. Neden? Sodan köterildi Nemisler. Atkanımız yok. Sanki ve pilimottamız. O geldi. Zarica işimin lentanı verip duram. Eki orusdun tırımba yegeti ek karokpeden oğun arkalaydı. Menin ayaklarımda jatad, arasın 1 metrden. Ana verdi jatad, mına berdi. Ana karokpını mağan tastaydı. Men dayında ben tübün urup dayında men birden ana navoçka verip duram. Bir jağın. Özüm yürgün oyumda Kazaq'tın yerini Nems'ke bastırmayımız degen özümün oyum boldu. Kanday bir ne bolsa da yerimizi bastırmayımız ata babanın korşa algan yerin biz Kazaq'tın yerinin Nems'tin yerinden kaytaramız degen özümün bu oyumda boldu. Olsun nemde sol Kazaq'tardın bir Kazaq'targa aytkan nem boldu. Kırgız benen birge jattım bir nede akopta. Bir güne kaşıp Kırgız akra ayağında atılıp ketti. Atıp jiberdi agendan. İzmenle Grozny'e dep. Karamadı o. Ol maydangerden kim kalıp kim koyganын bilmeymin. Ol geldi. Kaytadan Stalingrad'da bitirgenden keyin Kursk'e geldim. Kursk'ın mene bulay qaray 30 şakırım, mene 30 şakırım tölke ortasından jolgana açılgan eken. Sodan Stalingrad'da kalgan askerler de alıp geldi, çalımmen geldi ayta kanşağımız kelgenin bilmeymin onun. Men bir çalan adam bak geldik. Sodan Kursk'de 7 ay Kursk'de dayındaldık kaytadan. Kaytadan ne bolduk? Jinaktaldık. Sosun garnizon жаңағы nege böldü? Komandir. Men Kursk'e kelgesin. Жаңа arı diye verdi. Tankın atatın. Mazak 76 milimetre oy. Uzun stubol. Tankın atamız. Onun snaradı var. 3 türlü snaradı var. Bir geli drop var. Eğer de kel atırgan saldatı
500 metre жақындатып алып, дроппенен атқанда бұтаны кесіп өтеді. Бұтаны кесіп өтеді. Дөліне тұрмыз дегендері бар, соны алып тастап атамыз оны. Соны кейде тұрмысып, орыстың тұрмбай дегенде тұрмысып жатады бейт. Ананы бұрап ала алмай. Анаяқтан оқ атады. Жүгіріп шығып, ломды салып жүріп, тартып жібергенде шыркөбелек айналады. Алып тастап, командир орудия болдым. Сайлады. Менің білімім жоқ. Оқу білімім жоқ менің. Ол бір тәсіл, неден қалғаным жоқ, білмеймін оны. Оқыңдар, білімді болыңдар, бәріңе бірдей кеңтет тимейді. Білімді болыңдар, өнерлі болыңдар, қолыңа не береді, соны істейтін болыңдар. Мен оқу бітіріп алдым, пәлен болдым. Бәріңде қазіргі нелер, университетті бітіріп атсыңдар. Университетті бітір, қолыңа кетпен берді ма, жер таудар, егін егіңдер, еңбек қылыңдар. Неге жүрмейді? Ал енді бәріңе не тие бермейді. Еңбек етсең ерінбей, тояр қарның тіленбей деген Абайдың өнесі бар. Осыны білімді болыңдар, өнерлі болыңдар. Не дей нәрсе қолыңа берсе, соны атқара білетін болыңдар. Оны ананы мен істемеймін, мынаны былай деуші болмаңдар. Bir қолда yüzeң, bir еңнен қол, bir жағадан бас шығарып, халық болыңдар. Біз ата-бабаның жерін қоршадық. Мына басы Ақтау, ана басы Көкшетау. Осы екі ортаны алған біздің білектің көшімен, найзаның ұшыменен ата-бабамыз алып кетіп, ай қазақтан қазақ қалмай шығар, тұқым болмайды деген. Содан да тұқым қалу 16 миллион қазақ қалдық кешегі соғыста. Қазір 22 миллион халық болдық деп атыр. Құдай мінекей, енді 40 миллион, 50 миллионға жетсек, біз үлкен мемлекетпіз. Дейм, оқыңдар, білімді болыңдар, алыңдар. Не ұрам, қолдарыңнан өнер келсін. Өнер үйреніңдер деймін, балдарға апарат кейде, не айтатын дейді. Мен не айтам білмеймін. Мен не грамотный адаммын. Қанша балаңыз, немере, шөбереңіз бар енді? Өзіңіздің аузыңызбен айтсаңыз енді. Менің көп балам жоқ. 2 ұл әйелім. 2 ұл, 1 қыз қалып еді. Үлкен ұлдан бір бала қыз қалып еді. Оның да бас істемей қалды. Бір баласы менен. Ортаншы баламнан ненің 4 қараның қызын алып ем. Мына Ақтауда. Баяғы әкелеріміз айтатын еді. Үргеніштен нар алма, нар алсаң, артын сыйпатпа, деп. Я 3 күн, я 3 жыл, я 3 ай кетет нар, қашып кетет, деп. Айтатын еді баяғыда. Мал баққан адам біз қойын, әкелеріміз. Ақырбайдың төбастан өледі, деп асарлықтан өлді әкем. 2 қатының баласы 2 рулы ел деген, мен жалғыз шешемнен жалғыз қалдым. Бір апам бар еді, ол да қайтыс болып кетті, күйеуге шығып. Соғыстан келген соң анаңызды көрдіңіз ба, көре алмадыңыз ба? Соғыстан келгеннен кейін. Соғыс бар, Сапора бар қойын. Соның 2 байдан 2 баласы бар. Қайда 96-да өзім қолымнан көмдім ерді. Анамды. Келдім, Балтал Найманға тейді. Бір абысының Найман ағасының әйелі қайтыс болып, анамды соған берген екен апарып.
Sodan Naymanda boldum ben. Görüp Almaya gittince keyin ağam ana birinci ayelдің baldarынан bir apa, екі ұл бардығын. Үлкен ұлы қайтыс болып, ол енді кішісі қалған. Сол кішісі жылап, баласы кетен, баласы жеңгесін қосып, оған жеңгесін алған ағасының әйелін. Ол кісі бейшара жеңгеміз бала туды, өліп қала береді, туады, өледі. Содан жылап жүргенде ағам екі бала қалды, екі ұл туды. Біреуін 5 бала деп қойды, бірінші. Екіншісін Тұрсынбай деп қойды, тұрды қойып деп. Тұрсынбай сояқта болды. Кеше осы жерден 5 баласына ағама айттым. Брежневтің кезінде, ай аға, балдар болса мына 2 бала өсіп келатыр ғой, елде қара қойылар бар. Sen жүрсең, мына балдар ертең үйренеді. Анарды қазір танымайды деді. Содан жаңағы 5 баласына өсе жерде Ошақтың Шәкәрім дегеннің бір қызына несіне мал байлап, бір өгізімді байлап, мен сенімен құда түсем, осындай мына Ташкентте інім бар, соған мына қызыңды бересің маған деп бірге сейдінім. Соның қызын алып бергенмін 5 балаға. Содан 5 ұл, 7 қызба тапты, 12 бала тапты. Солардан қазір 5 ұл, 4 қыз қалды, 2 қызы қайтыс болыпты. Соның інім де кеше жақында өлді биыл. Енді ана балдар қалды Ташкентте. Олар берге енді түсінбейді бәрі Қазақстанға. О Қазақстанның несіне үйрен алмайды өзбек. Енді не деп olsa отырасыңдар, құрама боп. Деп отырым, келіп еді бір қызы. Мен сіздерді қорғай алмаймын, өзімнің мынау жалғыз балам, мына қыз қалды. Осыларды бірін қайлап алсам да болады маған. Мен қай күні кететінім белгісіз. Артымнан келді біразы. Жаңағы Қызыл жұлдыз орденым келді. Медал Затыбағы деген келді. Сталинград майданының несі бар еді. Ол шықпалды ма, білмеймін, ол жоқ. Одан. Мен Ташкенттен кеттім ғой, армияға. Ташкентке больницадан шыққанымда, Ташкентке алғанмын, Ташкентке барам деп. Содан менің документтерімнің бәрі Ташкентке кетті. Мен бұл жерде қалып қойдым жолда, шешемді көрейін деп. Содан барсам, әптен біткен, үй деген тастай қараңғы, терезе жоқ. Ой, мынаған не істеймін мұны деп. Содан Ташкентті қойдым да, военкоматқа бардым, военкоматқа тіркелдім, документімді несін бәрін. Мен бірінші группамен қайтқанмын. Москвада бірінші группамен айына 900 сом айлық алдым. Содан военкомат мұғалім боласың, военрок боласың дейді. Ой, мен военроктыққа жарамаймын. Менің білімім жоқ военрокқа. Мен кімді неткендеймін? Оған жарамаймын дедім. Мен жұмыс істеймін. Өзіме белгілі жұмыс болса, жұмыс істеймін. Тірлік етемін дедім. Сонымен жаңағыдай ештеңе жоқ. Нан жоқ. Тағы аштыққа сұраған ғой, әптен
5 yıl soğuz benden ne bolsun? Ya. Sodan kolumdan ne gelir benim? Bir jurnalistke demlep arı yazdırıp sodan isполкомга kirdim. Osunday armiyadan gelip edim. Ake jejem manaday olup, üydegem manaday. Nesi yok. Öyle algan deb. Sonu men ay sen bala okuğa barasın ba dedi. Niyenin okuğu? Осы süt kabıldau degen çıkıp atır. Neden açılıp süt kabıldaydın kolxozdun sütün kabıldaydın gerek bolatır dedi. Men bir gecegi aşarçılıkta Üçtepe degen yerge şeşemde alıp barıp seyir savıp söyürde sol zavottun ne istegenlerin körgönüm var et bala gezinde. Süttün maylığın kalay alvatır. O süttük ana nege separatırga tartı jatır. Birin muzayne menen birin zavot ornatıp koygan. Sağ ol. Arta verirsin mereyin, otlarının bası oң bolsun, nesibe bakıtların zor bolsun, ösü bönüp ırpağın, jauzu jenger kol bolsun, balaların yer bolsun, tuşpanların jasap yer bolsun, ağayın tuğuz yeg jatın, ağızları bir bolsun, kelinlerin külüp dursun, her nerseni bilip dursun, kızı güyüğün jarkın yüzben eki jakka jürüp dursun, nagaşı jiyen aman bolsun, ömür şattık zaman bolsun, kıynalganda kastarına 40 yıldan baban dursun, yoldaşların jarkın bolsun, seni süyer kalkın bolsun, bağda ületin köterilip, göçpeysin deydankın bolsun. Kempir şallar satıp olsun, salmağı yok aşı olsun, otmasında önege bop, külüp oynap tav olsun. Alsan bata bağın tasar, seni görüp javun kaçar. Dastarkanların keng jayılsa, adam olmaz senderden asar. Sonduktan da berdim bata, tilek tüzü yok koy kata, perişteler almayın dep, kolda yürüsün Kıdır ata. Ne dey oylagan boy maksatlarına yeteveringler azamatlarım, ömürlerin uzak bolsun, abroyların zor bolsun, aspanların aşık bolsun, beybetçilik zaman bolsun, soğuz çeken bele bolmasın, soğuz soğursun. Otu vatan perişenin kulağına çalınıp Allah'ın huzuruna jetsin. Allah akbar deyip benim batamıza.